Армысыздар, ардақты, ақылды, дана интернеттегі қалың қазағым, жаным менің қалың қазағым. Сіздермен бірге Алмас Күнбаев, Қазақ медико-биологиялық тамақтану мен оңалту институтының негізін қалаушысы. Бүгінгі түсірілімде мен сіздерге артрейд жастықтарының қарапайымдылығын, әмбебаптығын, сенімділігін, пайдасын және тиімділігін айтып кетемін. Сонымен қатар осы артрейд өнімдерімен қолдануына мен өзіне бір жылдан асып кетті. Осы бір жылдан аса қандай нәтижелер осы артрейд өнімдерінен көрдім. Осыларды айтып кетейін. Бірінші нәтижелерден бастайық. Мына мен былтыр мен майды артрейдтің маскасын алдым, артрейдтің капсуласын алдым, жастығын алдым. Осы үшеуінен мен былтыр өте жақсы нәтиже көрдім. Бірінші масканы таққан кезде көзімдің ішінде қызарғандар 15 күн ішінде жоғалып кетті. Көзім 20 жыл қызарып жүретін. Қызыл болып жүретін. Сол қызарған 15 күн ішінде жоғалып кетті. Масканы тағып жүрген кезде. Екіншісі, мына ішім постоянно қататын. Ішім өтетін. Қайта біресе өтіп, біресе қатып, осылай ішім мазалайтын. Одан кейін іш өткеннен кейін басым ауыратын. Бас ауырғанда бастың қысымы пайда болатын. Бастың қысымы пайда болса, көздің қысымы пайда болады. Сондай аурулар мазалайтын былтырлары. Және мына шектің ішінде язва болатын. Шек жолдарында бір жерде бір язва болатын. Сол ауырып мазалайтын. Осы артрейд капсуласын сатылғаннан кейін, капсуласын қолданғаннан кейін бір айдың ішінде шектің ішіндегі язва жазылып кетті. Язва жазылғаннан кейін бастың ауырғаны азайды. Бастың ауырғаны өте сирек болады. Бас ауырғаны азайды. Көздің қысымы азайды, бастың қысымы азайды. Және мына іштің қатуы, іштің өтуі сияқты аурулар кетті. Осындай пайдасын көрдім былтыр. Бүгін енді сіздерге мына артрейд жастықтарының қарапайымдығын, жаңағы әмбебаптығын, сенімділігін, пайдасын және тиімділігін айтып кетейін. Әмбебаптығына келетін болсақ, қарапайымдылығына келетін болсақ, бұл
жастықтың толтырғыштары микросфералар. Бұлар табиғи минералдардан жасалынады. Дала шпатынан және дала кварцынан жасалынады екен. Осы дала шпатынан, дала кварцынан натрий, буры, силикатты шыны ортасы қуыс микрошариктерді құяды. Шыны шариктерді. Микрошариктердің мына іші барлығы толған микрошариктер. Микрошариктер. Барлығы. Микрошариктердің ортасы қуыс микрошариктердің сырты диоксид кремниймен сілтілі компоненттермен қапталған. Бұл жастықтарға, осы арты жастықтарына, көрпелеріне, матрастарына, басқа да өнімдеріне артрайттың шаңдың кенесінің басқа да көптеген микроорганизмдердің өмір сүруіне жол бермейді. Керісінше қарапайым жастықтарды, матрастарды, көрпелерді алып қарайтын болсаңыз, ол жерде шаңның кенесі өте көп, басқа да микроорганизмдер өте көп. Бұлар көптеген түрлі аллергияны тудырады. Ал мына артры жастықтары, бұлар 100% гипоаллергендік. Өйткені бұлар осындай антисептикалық, антибактериалдық қасиетке болды. Осы сілтілік компоненттердің арқасында. Және микросфералардың ұсақ болғандықтан микросфералар өздері ұн сияқты, ұндан да, крахмалдан да мың есе кішкентай. Микрошариктер ортасы қуыс. Осылай ұпсақ. Және осы микрошариктердің молекулалары теріс зарядқа ие. Теріс зарядтар бір-бірлеріне жақындаған кезде олар итеріледі. Осының арқасында осы кішкентай, ұсақ және теріс зарядтардың арқасында микрошариктер өте жұмсақ, жастықтар өте жұмсақ текстураға ие болды. Бұл адамдарға комфорт береді. Жастықтар, бұндай жастықтар адамдарға комфорт береді, өте жақсы комфорт береді. Және буын, омыртқалардан жүктемені азайтады. Жатқан кезде әмбебаптығына келетін болсақ, жастықтары басқа да. Жастықтардың жұмсақтығы сондай керемет тұнды. Ол айтып ұмыт кеттім. Мына ішінде бір су құйып болғандай, немесе ауаны толтырып болғандай, немесе бір қыздардың жұмсақ жерлерін ұстағандай болады. Сондай бір керемет жақсы, сондай жайлы сондай бір жастықтар. Әмбебаптығына келетін болсақ, мына жастықтарды басқа да, орындықтың арқасына, ішке, бұлайны қойып, іш қатқан кезде, адамдардың іштері қатып жүрді ғой, іш қатқан кезде осыны ішке тартылса, бір сағаттан кейін, жарты сағаттан кейін, мына жастық тастай болып қалады. Ашсыз жұмсақ болады. Адамдың іші жұмсарады. Ал жастық қатады. Жастықты алу керекте
Жастау керек та күнге қойып кептіру керек. Немесе жел бар жерге кептіру керек. Желді жерге барып кептіріп қою керек. Кептірген кезде плюспен орналасқан молекулалары жастықтың ішінен сыртқа қарай ұшып кетеді, ауаға ұшып кетеді. Плюспен орналасқан молекулалар, бұлардың барлығы қышқылдатқыштар. Ағзаны қышқылдандыру потенциалға сондай заттар. Біз қазір міне біздің демалатын ауамыз, су, азық-түлік, осының барлығы плюспен орналасқан ауада, суда, азық-түліктерде де қазір пісқан тамақтардың барлығы плюспен орналасқан қышқыл потенциалға ие. Су 10 зарядқа ие, ауа 10 зарядқа ие. Біртіндеп бұлар біздің түбімізге жетеді. Ағзамызды зат алмасу процестерін бұзады. Осы бұзушылықтан, зат алмасу процесі бұзушылығынан көптеген түрлі күрделі созылмалы аурулар туады. Сондықтан сондай ауруларды алдын алу мақсатында осындай теріс зарядтарға ие медициналық микросфералардан жасалынған жастықтарды алып қолданған өте дұрыс. Тізеңіз ауырса, тізеңізге қоясыз. Мен өзім әйтеуір ішіме қоямын. Күндіз жатқанда ішіме қолдана беремін, ішіме қойып жатамын. Сіздердің тізелеріңіз, шынтақтарыңыз басқа кез келген жеріңіз ауырса, барлық жерге осыны қойып болады. Айтайын дегенім, барлық ауруларда, барлық ауырған жерлерде, барлық ауруларда, барлық дисфункцияда адамдың ағзасындағы олардың себептері плюспен орналасқан зарядтар, катиондар. Бұның барлығы ғылыми түрде дәлелденген. Жарайды, тағы да әңгіме ұзақ болып кетті. Сенімділігіне келетін болсақ, мына микросфералар көптеген жылдар бойы сенімділікті өздерін тәжірибеде дәлелдеген. Көптеген жылдар бойы микросфералар тәжірибеде дәлелдеген сенімділікті. Кезінде 70-ші жылдары Кеңес өкіметі кезінде осы микросфералардан жасалынған өнімдерді ғарыштық медицинада қолданды. Космонавтардың скафандрлары ішінен осындай микросфералармен қапталған. Одан кейін арнайы әскерлерде қолданды. Үлкен күйік орталықтарында қолданды. Микросфераларды. Өйткені микросфералар теріс зарядқа ие. Ал теріс зарядтар қалпына келтіру потенциалға ие бұлардың барлығы. Одан кейін мына Кеңес өкіметінің бұлар өте құпия деген гриф секретностьті ұстады. Осы микросфераларды
Одан кейін қазіргі кезде гриф секретностьтің мерзімі біткеннен кейін бұл микросхемаларды өндіріп, осылардан жастық, көрпе, маска, басқа да өнімдерді шығарып, қазір барлығына сатады. Алам дейтін алушылардың барлығына сатады бұл өнімдерді. Микросфераларға сенімділікті арттыру үшін толығырақ арттырайық микросфера результаты деп жазсаңыз, ютубта көптеген видеолар шығады ютубта. Сол жерден арттырайықтың нәтижелерін көріңіздер, қараңыздар, ақпарат көбірек біліңіздер. Менің ютубымда, инстаграмымда, парақшаларымда осына микросфералар туралы пайдалы ақпараттар өте көп. Микросфералардың пайдалы қасиеттері мен пайдалы емдік әсерлер туралы түсірілген түсірілімдер бар. Соларды көріңіздер. Төртіншісі пайдасы. Денсаулыққа пайдасын айтып кетейін. Микросфералардың молекулалары теріс зарядпен орналасқан болғандықтан молекулаларына микросфералардың теріс зарядтар барлығы қалпына келтіру потенциалға ие зарядтар. Осы теріс зарядтар бір-бірлеріне жақындаған кезде олар итеріледі физика заңдылықтары бойынша. Ал егер де плюспен орналасқан зарядтар бір-біріне жақындаса, олар бір-біріне жабысып қалады. Осы заңдылықтар, осы физиканың заңдылықтары микросфералармен де жұмыс істейді. Микросфераларды қолданған кезде микросфералар біздің денеміздегі плюспен орналасқан қышқылдандыру потенциалға ие ыдырау өнімдерді, буындардағы тұздарды, ауыр металдарды, тағы да неме, бітелген тамырларды, токсиндерді, осының барлығы қышқыл потенциалға ие қышқылдар, ағзаны қышқылдандыратын. Осы айтылып кеткен заттарды плюспен орналасқан микросфералар бері қаратай өздеріне тартады, сыртта тұрып. Олар адамның терісімен сыртқа шығады тартылыс кезінде. Және микросфералар микросфералардың молекулалары, электрондары, аниондары біздің биологиялық мембраналардан өтеді де, терден, тканьдан, бұлшықеттерден олар біздің барлық сұйықтықтарымызға сіңеді. Сұйықтықтарда микросфералар молекулалар мен атомдарға қосылады. Молекулалар мен атомдар теріс зарядқа ие болғандықтан олар бір-бірлерінен итеріліп эритроциттарды, қызыл қан түйіршіктерді тез тасымалдай бастайды. Қызыл қан түйіршіктер олар жасушаларға оттегін, қоректі заттарды тасымалдайды. Және жасушалардың ішінен көмірқышқыл газды, ыдырау өнімдерді тасымалдайды сыртта. Және басқа да көптеген қоректі заттарды зат алмасу процесінде тасымалдайды. Барлық зат алмасу процесіне қатысады қызыл қан түйіршіктері теріс зарядталған зарядтармен. Осылай біздің электролиттерімізде
қан, лимфа, ұпар сұйықтарында теріс зарядпен орналасқан электрондардың, аниондардың тығыздығы көп болған кезде біздің мына ағзада сұйықтықтар зат алмасу процесіне жақсы қатысады. Артериялық нозық тамырларда қан айналымының жылдамдығы артылады. Капиллярлық микроциркуляцияның ағымы жақсарады. Лимфа сұйықтығының ағымы жақсарады. Жасушалар жеткілікті мөлшерде оттегіне қоректі заттарды алады. Және жасушалар ішінен көмірқышқыл газ, урау өнімдер шығарылады. Бітелген тамырлар болса, олар тазарылады. Ауырсыну қабыну жоғалады. Жеңілдік пайда болады. Иннервация, жүйкеден импульс берілу қалпына келеді мүшелерге, жасушаларға. Нәтижесінде адамдар үнемі ұзақ уақыт бойы осы жастықтармен қолданған кезде олар көптеген бірінші күнделікті аурулардан алдын алады. Біріншіден сау болса, екіншіден мына тиімді түрде күрделі, созылмалы түрлі ауруларды емдейді. Осы микросфералар. Егер де туыстарыңыз ауырған болса, ол бұл енді пайдасы жағынан. Ал тиімділігіне келетін болса, экономикалық тұрғы жағынан микросфералардан жаңағы айтылған пайдалы қасиеттермен емдік әсерлердің арқасында микросфералар осыны жастықтармен ұзақ мерзімде қолданған кезде мына дәрі-дәрмектерден, медициналық процедуралардан, физиотерапияға, массажды баруға қажеттілігі болмай қалады. Осылай сіздер ұзақ мөлшерде ақшаларыңызды үнемдейсіздер. Бұл сіздердің үйлеріңіздегі дәрігерлеріңіз болып қалады. Үй дәрігері болып қалады. Бірле саласыздар, өмір бойы бұл сіздерге қызмет етеді. Пассивтік түрде. Қазіргі кезде ауаның, судың, азық-түліктердің потенциалдары өте жақсы емес. Қышқыл потенциалға ие. Ауада, суда және ауада, суда, азық-түліктерде барлығы плюс деген зарядпен орналасқан. Жеміс-жидектерде көптеген химия нормадан артық ал мына және қалай айтсам екен, айтин дегенім қазіргі біз тұрып жатқан заманда, уақытымызда бізде қазіргі кезде 4 адамдың ағзасын қышқылдандыратын 4 қышқылдатқыштар бар.
осы қышқылдардың арқасында ептеп осы қышқылдар біздің денемізді қышқылдандырып, зат алмасу процесін байулатып, зат алмасу процесін бұзады. Бұл түрлі күрделі созылмалы ауруларға келеді. Негізгі қышқылдар бұл су, ауа, азық-түлік. Өйткені бұлар плюс деген зарядпен орналасқан. Су ауыр су, жұмсақ емес, көптеген тұздары бар. Қышқыл су, азық-түліктерде көптеген қоспалар бар, химиялар бар. Нитраттары өте жоғары жеміс-жидектердің. Оттегілері жоқ. Қышқыл азық-түліктер. Осының барлығы адамдың ағзасын қышқылдандырады. Түбінде бұлардың барлығы біздің түбімізге жетеді. Және ең басты үлкен қышқылға потенциалға ие ол стресстер. Адам стрессті көп алған сайын адамдың денесі, адамдың миында бірінші, адамдың миында психологиялық, энергетикалық напряжение болады. Бұл напряжение бүкіл денемізде спазм тудырады. Артериялық, венозық тамырларда, лимфа тамырларында, өт жолдарында барлық жерде спазм тудырғаннан кейін бұл зат алмасу механизмінің бұзушылығына келеді. Осының үшін қанды қойылатады, барлық сұйықтықтарымызды қойылатады. Қою сұйықтықтар тағы да зат алмасу процесін байулатады. Осылай ағзамыз қышқылданған сайын түрлі күрделі созылмалы аурулармен ауыратын боламыз. Жалпы адамдар ауырады. Осы себептен қазіргі кезде жастардың арасында түрлі күрделі созылмалы аурулармен ауыршандығы көбейіп кетті. Ерте мүгедектік, ерте қартаю, зейнеткерлік жасқа жетпеген, еңбекке қабілетті халықтың өлім саны көрсеткіші жылдан жылға артып барады. Және ең жаманы осы міне қоғам ауырғандықтан ауру ұрпақ туып жатыр жастар. Осы жылдан жылға ауру ұрпақтардың туу саны артылып келеді. Генетикалық, психологиялық аурулармен ауыратын ұрпақтар. Бұл ең жаманы. Сондықтан осылардың барлығын алдын алу үшін қымбатты қалың қазағым, осындай ауруларды тиімді түрде алдын алатын, тиімді түрде емдейтін, оңалтатын артрез жастарын алыңыздар. Ауруды алдын алу маңызды және өте жеңіл. Ауруларды емдегеннен гөрі ауруларды жақсы, дұрыс және сапалы емдесе жақсы. Ал кейбір жағдайда ондай да болмайды ғой. Сондықтан әрбір қазақ үйінде осындай жаттықтар болған жақсы, дұрыс медициналық микросфералардан жасалынған.
Біріншіден, егер де сіздер түрлі күрделі созылмалы аурулармен ауыратын болсаңыздар, онкология, қант диабеті, инсульт, инфаркт, бедеулік, көздің аурулары, тірек қимыл жүйесінің аурулары, артроз, коксартроз, остеохондроз, грыжа, протрузия, немесе ас қорыту жүйесінің ауруларымен ауыратын болсаңыздар, орталық жүйке жүйесімен ауыратын болсаңыздар, иммундық жүйесінің ауруларымен ауыратын болсаңыздар, барлық аурудың себептері түбінде негізінде зат алмасу процесі бұзылу себептен туындайды. Сондықтан ауруды тиімді түрде емде оңалту мақсатында, ауруды алдын алу мақсатында осындай жастықтарды бізден алыңыздар. Біз сіздерге заводтың бөлшек бағалармен сататын, өкілдердің бағаларымен сатамыз сіздерге. Алам десеңіздер, телефонға тапсырыс жасаңыздар, сұрақтарыңыз болса хабарласыңыздар. Біз сіздерге бүкіл Қазақстан қалаларына дейін жеткізіп береміз. Ауыл аймақтарға дейін жеткізіп береміз. Және бүкіл әлемге де жеткізумен айналысамыз. Америка, Европа, Азия. Тек қана жастықтың бағасын төлеп, сіздерге жеткізу жолын төлесеңіздер болды. Одан артық ештеңе жоқ. Бізден жастық қалатын болсаңыздар, бізге тапсырыс жасап жастық қалатын болсаңыздар, біз сіздерге жастық болсын, судың, ауаның қалпына келтіретін құрылғыларды болсын, микросферлардан жасалған басқа өнімдер болсын, біздің өнімдерге тапсырыс жасасаңыздар, біз сіздерге сыйлық береміз. Бұл сыйлық стресстерді жоюға, стресстерді жоятын, көмектесетін сыйлық. Бұл психотерапиялық жаттығулар. Осы жаттығулар мидағы психологиялық, энергетикалық напряжениені, стрессті жояды, жеңілдетеді, катализаторларды, аурулардың катализаторларын жоқ қылады. Және микросфералармен бірге жұмыс істеген кезде сіздерді тиімді түрде әсерлі емдейді. Сондықтан айтайын дегенім осы, егер де осы ақпарат сіздерге пайдалы болса, міндетті түрде 4 әрекет жасаңыздар, лайктарыңыз қойыңыздар. Неше адамға пайдалы болған бұл ақпарат көріп отырайық бізді. Екіншісі, осы түсірілімді жақындарыңызға, таныстарыңызға, туыстарыңызға, достарыңызға таратыңыздар. Барлықтарына пайдалы болады. Үшіншісі, осы ютубтағы, инстаграмдағы біздің парақшаларға жазылыңыздар. Тиктоктағы да парақшаға жазылыңыздар. Өйткені 1000 адам болған кезде біз тікелей эфир арқылы сіздерге институттың өнімдері туралы көбірек ақпарат бере аламыз. Және ең бастысы, тікелей эфир арқылы біз медико-биологиялық тамақтану мен оңалту институтының ұлттық денсаулық сақтау мен халықтың
әл-ауқатын артыруға, дамытуға бағытталған институттың бағдарламасын сіздерге айтып таныстыратын боламыз. Ең бастысы, сіздер бұл бағдарламада бізді жақын болашақта қандай жақсы өзгерістер болатындығын білетін боласыздар. Егер де бұл бағдарламаны іске асырған кезде бұл бағдарламаны тек сіздер мен біз барлығымыз біріккен кезде іске асырыламыз. Көптеген қоғамымызда жақсы өзгерістер жасай аламыз бірігіп. Және төртіншісі, міндетті түрде медико-биологиялық тамақтану мен оңалту институтының сататын тауарларын, өнімдерін алыңыздар. Біздің өнімдер мен тауарлар адамдардың өмірінің сапасын жоғарылатқанға және адам өмірінің адамның өмір жасын ұзартқанға арналған. Ал сатудан түскен пайда институттың дамуына, қажетті құрал саймандарды алғанға, қажетті зерттеулерді жасағанға және ең басты ұлттық денсаулық сақтау мен халықтың әл-ауқатын артыруға бағытталған бағдарламаны іске асырамыз. Сіздермен біз бірігіп. Бүгінше айтайын дегенім осы, жаным, қалың қазағым. Келесі кездескенше сау болыңыз.